Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. Бүгін осы видеороликті топ 10 біздің ағзамызға ең зиянды тағамдар туралы айтатын боламын. Біз күнделікті түрде өмірімізде осы тағамдарды жеп жүре, бірақ біздің ағзамыз құртылып жатыр. Біздің ағзамыз осы продуктылар үшін бір 5-10 жылда сахарный диабет, болмаса артериялық давление, болмаса тағы басқа сияқты неше түрлі аутоиммундық ауруларға алып келетінін де білмейміз. Сол себепті мен осы видеода сіздерді күнделікті біз жеп жүрген осы 10 тағам туралы айтамын. Сіздің ағзаңызды құртып жүрген, сол себепті осы видео өте қызықты болады, пайдалы болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Ал мен бастаймын. Ең бірінші списоктағы тұрған продукт бұл нан, ақ нан десек те болады. Ақ нан болсын, қара нан болсын, бұл біздің ағзамызға өте зиянды продукт болып табылады. Ақ нан. Не үшін дейтін болсаңыздар, өйткені бұның составында үлкен количествода глютен бар. Глютен дегеніміз не? Ол біз клей кәдімгі. Мысалға, мынау екі парақты бір-біріне жапсыру үшін клейді жағып, бүйтіп жағастарда жабысып қой, бүйтсеңіздер жабысып қалады. Сол сияқты, тура осы сияқты, егердем сіздер нанды жейтін болсаңыздар, кишечнигіңіз бүйтіп жабысып қалады. Түсіндіре алдым ба? Мынандай кишечник болатын болса, ашылып тұрған, жұмыс істеп тұрған, нанды көп жей беретін болсаңыздар, особенно ұзақ уақыт жей беретін болсаңыздар, ақ нанды. Бұл кишечнигіміздің клей секілді глютен деген заты бар. Распадаться еткен кезде кишечнигімізді бүйтіп жауып қалады. Сол себепті сіздерде псориаз ауру пайда болуы мүмкін, болмаса кандида бактериясы өсіп кетуі мүмкін. Кандидоз деген білесіздер ғой, не екен? Ол дегеніміз тырнақтарымыздың ағарып кетуін айтады. Грибоктар, бактериялар көбейіп кетеді, тілдеріңіз ағарып кетеді. Өтпен проблема басталып кетуі мүмкін, болмаса тағы басқасы деген сияқты өте көптеген проблемлерге именно осы глютен алып келеді. Бұл заттарды мен ағылшын источниктарынан зерттелген зат болғаннан кейін айтып көрсетіп жатырмын. Оқып шықсаңдар болады, ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Содан кейін нанның құрамында тағы не бар? Дрожжи бар, дрожжды не дегеніміз? Мысалға, мына суды алсаңыздар, осы судың ішіне бір қамыр салып, араластырып, ішіп те ішпей, просто араластырып қойсаңыздар, бетін жауып, бір сағаттан кейін мына бұлайынан сіңіп кетеді ғой қамырға. Не үшін? Өйткені структурасының барын ісіртіп жібереді. Сол секілді дрожж біздің ішегімізге түскен кезде, асқазанымызға ішегімізге түскен кезде, ол тоже асқазан ішектерін ісіртеді. Неше түрлі воспаленияларға, қабынуларға алып келеді. Ол соңы язва, болмаса гастрит болуы мүмкін. Сол себепті мынау асқазан ауыратын адамдарға ақ нан жеу мүлдем болмайды. Жалпы ақ нан өте ағзамызға зиян. Сол себепті ең бірінші продукт бұл сіздер алып тастау керексіздер. Сіздер жемеу керексіздер. Күнделікті түрде жемейтін продукт, ең зиян продукттың бірі бұл осы ақ нан болып табылады. Ақ нанды жеуге болады, егердем оны өздеріңіз домашний ретінде, үйдік ретінде істейтін болсаңыздар болады. Бірақ оның ішіне дрожж қоспайсыздар, және де бидайдан жасайсыздар. Бұрында адамдар қалай жасады? Онда мысалға зерноларын алды, неге салды? Дробилкаға қолдарымен, қол диірменімен бәрін әдемілеп тұрып үгітті. Үгіткеннен кейін жаңағы шыққан заттан пісірген. Ол біздің ағзаға пайдалы болған. Не үшін? Өйткені бұл жерде клетчатка бар. Клетчатка дегеніміз кишечниктен жүргізетін зат. Кишечнигімізді былай айтқанда тазалайтын зат болып табылады. Ал қазіргі өндіріп жатқан нандарда бұндай емес. Әшейін кәдімгі пыл сияқты да нан қазір. Оны да алып қараңыздар, шаң сияқты ғой, бет үрлесең шаңда кәдімгі. Өйткені бәрі синтетикалық жолмен істелінген болып табылады. Сол себепті егерде нан қатты жегілеріңіз кеп баратса, неге ауыстырам дейтін болсаңыз, хотя бы онша мынау зиян емес, бұл бізде сухарик жасаңыздар. Бір булка нанды алыңыздар, тураңыздар, осындай көбек-көбек қып, 4 бұрышты қып тураңыздар, духовкаға алып, салып, жаңағы қуырбаңыздар. Сол кезде кәдімгі сухарик шығады. Сол сухарик ретінде қолдансаңыздар болады. Бұл біздің ағзамызға қатты зиян болмайды. Сол себепті
ақ нанды, свежий ақ нанды, жаңағы пісіп тұрған мынандай клей сияқты затты жемеңіздер, сухарикке ауыстырсаңыз болады. Бұндай жағдайда кішкене болсын ағзамыз сізге рахмет айтатын болады. Екінші продукт кола сияқты тәтті сусындар ішу. Жалпы магазинге барсаңыз қазір миллион заттар бар ғой, ішетін, дұрыс па? Там ананасовый согі да бар, жаңағы напитоктар, газдалған сусындар бар, неше түрлі. Балаларымыз да ішеді, өзіміз де ішеміз. Не үшін зиян дейтін болсаңыздар, 1 литрында осыншалықты тола сахар бар, ойлаңызшы. Суды іше берсең, түсінде алдың ба? Сіз осыншалықты сахарды іше аласыз ба? Әшейін набирать етіңізші. Неге? Қазір тұрыңыздар, үйлеріңізде сахар бар шығар, сахарға барып, осынша 1 стакан сахарды толтырып алыңыздар. Енді жеңіздер соны, сахарды, жей беріңіздер. Жей аласыздар ма? Жей алмайсыздар ғой, дұрыс па? Қалай мынандай сахардың бәрін жем деп ойлайсыздар. Бірақ ішуге болады оп-оңай. Ішу үшін алыңыздар да 1 литр тәтті сусын ішесеңіз, болды, осындай 1 стакан сахар жегенмен бірдей боласыздар. Содан кейін айтасыздар, не үшін менде сахарный диабет пайда болған, не үшін мен асқазаным ауырады, не үшін мен псориазым бар, кожам бүлінеді, не үшін паразиттер қаптап кетті ағзада. Бұл осымен ақ түсінікті ғой. Тәтті сусындарды қабылдамаңыздар. Еш уақытта тәтті сусын ішпеңіздер. Өйткені біріншіден бұның составында сахар өте көп. Айтқандай, міне 1 стакандай сахар. Содан кейінгі заттар. Ортофосфор қышқылы бар. Инструкциясын просто алып оқып көріңіздерші. Ортофосфорная кислота деп. Ол не кислота? Ол кислота кәдімгі. Мысалы ғана қарынды тазалап атады ғой, әжелеріміз. Білетін шығарсыздар, қойдың болсын, жаңағы жылқының болсын, нен болсын, қамырын алып, жаңағы қарынын алып, коланы құйып, уақыт кішкене тұрып, сосын қырсаңыздар, түсіп қалады, бәрі сыпырылып түсіп қалады. Сол секілді біздің ішектеріміздің ішінде, осындай ворсинкалар бар. Микроворсинка деп айтады, орысшадан айтқан кезде мынандай. Осылай жұмыс істеп тұрады олар. Осылай бір-бірімен бітіп, тамақ келген кезде осы ворсинкалар өзіне питательный заттың бәрін сорып отырады да ағзамызға таратады. Витамин бәрін аласыз, сол кишечник арқылы, ішектеріміз арқылы. Ал кола ішкен кезде, болмаса тәтті сусындар ішкен кезде, бұл біздің ворсинкамыздың бәрін түгін жеп тастайды ғой, түсінесіз ба? Мынандай ворсинка емес, мынандай ворсинка болып қалады сізде. Не мысалға? Түк болмайды ғой, сіңбейді. Сіңбейді, сол үшін витаминдер жоқ, слабость, шаршайсыз постоянно, әлсізсіз, ұйқыңыз қанбайды. Басыңыз ауырады. Не үшін? Кишечник құртылып жатыр. Кишечник, сіз 0,5% шайып тастадыңыз да жаңа сулармен. Кишечнигіңіздің жұмысының 50%-ін осындай сусындар арқылы не істедіңіз, шайып тастадыңыз. Ал 80% иммунитет бізде именно осы ішектерімізде шығарылады. Ішектерімізде өндіріледі. Сол себепті тәтті сусындарды, коланы өзіңіздің өміріңізден алып тастаңыз. Мүлдем ішпеңіз. Үшінші зат бұл консервированный балықтар. Білесіздер ғой, консервідегі балықтар бәріміз жейтін шығармыз. Особенно тунец деген балық бар. Тунец, туна деп қояды болмаса. Осындай темір ыдыстың ішінде. Не үшін ағзамызға соншалықты кері әсері бар? Біріншіден, оның составында консервілер көп. Консерві дегеніміз ол біздің ешкалардан құрылатын химический заттар. Мысалға, сіз таза балықты алыңыз да, кусоктап кесіп, шарып қойыңызшы, неге? Жерге әшейін тарелкаға салып қойыңыз, бір 2-3 күн көріңізші, 2-3 күнде не болады? Балық іріп кетеді ғой, жоқ болып кетеді, сасып кетеді, бычыт болып кетеді. Ал холодильникке салсаңыз да солай балық бір аптадан көп шыдамайды, бұзылып кетеді. Ал консервінің ішінде балық жылдармен тұра береді ғой. 4 жыл, 5 жыл, 6 жыл болып. Не үшін? Өйткені балықтың балығы жоқ, ол жерде уже бәрі өліп қалған. Микрофлора жоқ, ол жерде стерильный. Оның химияға толы болып тұр. Соның тағы бір жағы бар. Негізі тунец деген балық жалпы ол хищный жануар. Хищный дегеніміз ол басқа
өзінен кішкентай балықтарды жейтін жануар болып табылады. Судың ішіндегі хищный жануар болып табылады тунец. И басқа жануарлар жегеннен кейін оның қанның составында, жалпы еттің составында ртуть деген металл көп болады. Қазір біздің әлемдегі морелар, мұхиттарымыз біздің лас болғаннан кейін де бір жағынан ол балық хищный болып басқа балықтар жегеннен кейін де оның құрамында ртуть деген зат, білесіздер ғой, сынап дейді ғой қазақша айтқанда, сынаптың уровені өте жоғары болады. Егер де сіздер екі қабат бола тұра сол балықты жейтін болсаңыздар, сіздердің балаларыңыздың нервный системасы дамымай қалуы мүмкін. Сіздер мүгедек баланы өмірге әкелеріңіз мүмкін. Не үшін? Өйткені бұл сынап ағзаға түскен кезде жаңағы балықтағы барлық заттың бәрін құртады. Балықтағы деппін ғой, адамның ағзасындағы. Не айтып кеттім? В общем, тунец деген балықты жемеңіздер, иә. Жалпы консервіден аулақ болған дұрыс. Төртінші зат бұл бізде чипсы дейді ғой, картофельный чипсы, картоптан жасалған чипсылар. Білеміз, балдарымыз да көп жейді. Не үшін проблема дейтін болсаңыз, біріншіден о жақта картошка жоқ. Составын алып қарайтын болсаңыздар, о жақта картошка да жоқ. 80% продуктыда картошка болмайды. Ол кәдімгі химиядан жасалған ұнтақ порошок. Ол біріншісі, иә. И так химия болып тұр полностью. Екіншісі, өте көп чипсыда не бар? Тұз бар. Ал тұз көп болған сайын не болады? Біздің давлениямыз, артериялық қысымымыз көтеріле беретін болады. Не үшін біздің жас балаларымызда 20 жасар, 25-30 жасар балаларда уже давлениесі бар. Не үшін давление пайда болады? Өйткені чипсы көп жейді. Құрамында тұз көп. Бір пачканың ішінде сіз біраз тұз жеп тастайсыз. Ол біздің ең бірінші орган, құртатын орган, бұл біздің бүйректеріміз құртылады бұдан. Екіншісі, пустой углеводтар өте жоғары. Жалпы жаңағы чипсы деген зат біздің ағзамызға түскен кезде, ол пустой углевод, то есть жоғары көмірсулы заттар болып табылады. Асқазанға қалай түседі, қалай ары қарай жылжиды, ішекке қарай тез тарап кетеді. Глюкозаға айналып кетеді, сахарға айналып кетеді. Кәдімгі осындай бір стакан сахарды ішіп алғандай боласыздар ғой, в общем, айтқан кезде. Содан кейін үшінші проблемасы чипсыдың. Бұл жақта ешкалар көп. Ешка дегеніміз зиянды заттар, консерваны сақтайтын химиялық заттар өте көп. Картошка бөлініп кетпеу үшін, жаңағы чипсылары бөлініп кетпеу үшін олар қоспаны қосады. Тағы бір проблемасы натрий глутаматты қосады. Натрий глутамат деген вкусовой рецепторымызды оятатын тұз сияқты зат болып табылады. Сосын барып адамды үйретіп қояды да, сондай неге. То есть сіз чипсы жесеңіз, чипсы келе береді. Не үшін? Өйткені составында натрий глутамат бар. Ал бұл ешкаға жатады, жаңағы зиян заттарға жатады. Сол үшін тәуелділік пайда болған, қазір жастарымыздың бәрі чипсы жегісі келіп тұрады. Бесінші проблемасы, бұда трансжирлар бар. Трансжир дегеніміз майлар сіңбейтін. Ағзада мысалға жедіңіз я майда, жедіңіз асқазанға барды, ол қорытылмайды ол май. Оны асқазанды қабылдай алмайды, ішектерімізді қабылдай алмайды, клеткаларымызды қабылдай алмайды, потому что ол миында программасында жоқ, клеткаларымызда ондай майды қорытатын ферменттер жоқ. Түсінесіздер ме? Сол себептен бетіңіздің бәріне безгек шығады. Сол үшін сіздің кожаларыңызда ақ-тақтар шығады, неше түрлі кожа, экзема, дерматит, қазір не үшін қаптап кеткен. Түсіндіре алдым ғой, чипсы жалпы. Бесінші продукт бұл трансжирлар, бұл маргариндар. Маргариннің өзін алып қарайтын болсаңыздар, составында трансжирлар деп жазып қойды. Трансжир дегеніміз пальмовый маслосы бар, оңай производство тез жасалынатын маслалар, басқа өсімдіктен емес, басқа заттардан алатын майлар болуы мүмкін. Ол мен айтып кеткендей ағзаңызға еш уақытта сіңбейді. Біріншіден ол ожирениеге алып келеді, жүрек инфаркттарын алып келеді, мидың инсульттарын алып келеді, сахарный диабетке алып келеді, қан тамырларының ауруларына, варикоз, расширение венаға алып келеді. Мынау
біздің сетчатка дейді ғой, мына көзіміздің көруін құртатын заттың бірі именно осы трансжир болып табылады. Статьялардан оқып шықсаңдар болады ғой, медицинский. Сол себепті маргаринді еш уақытта жемеңіздер. Мен бір история айтып кетейін. Мен өзім өмірімде осыдан 2-3 жыл бұрын өзімде 98 килограмм болып семіріп кеткем да. Сол кезде не үшін дейтін болсаңыздар, мен кондитерский заттарды көп жейтін, торт сияқты неше түрлі. Оның бәрі маргариннен жасалады. Маргарин. Мен оны білмеймін ғой, ну қатты мән бермегем да. Содан кейін менде жаңағы мен осы айтып кеткен заттың бәрін жейтінмін. Чипсы болсын, коласы болсын, неше түрлі зиян заттың бәрін жейтін. Содан кейін менде давление пайда болды. Мен жап-жас болсам да, ойлаңызшы. Давление пайда болды менде. Содан кейін проблема сахармен пайда болды. Содан кейін мен 98 килограммға семіріп кеттім. Бірақ 2,5 айдың ішінде мен қайттан 15 килограмм лақтырып диетаға отырдым. Кето диета ұстау арқылы өзім денсаулығымды нығайтып алдым. Және де қазір мен осы продукттан уже жегім келмейді, мен қашқақтаймын да, уже жемеймін, өйткені ағзаға өте зиянды екенін білемін. Сол себепті трансжирларды, именно маргариндарды еш уақытта жемеңіз. Ол бүткіл маргариннан қазіргі магазинде тұрған булочкалар, неше түрлі шоколадтар да содан, анандай шоколадный не бар ғой, пасталар, неше түрлі, сол пасталарды да содан жасайды. Хлебобулочный изделиялар, неше түрлі, майды да, нанды да содан жасауы мүмкін. Неше түрлі торттар, неше түрлі кондитерский заттар, тәттілер, кекстар, булочка жаңағы, лакомкасы бар ма, сосын не үшін анау біреу, прянигі бар ма, бәрі осы трансжир маргариннен жасалатын зат. Так что магазиннен жалпы ондай затты сатып алып жемей қойыңыз. 6-шы зат энергетикалық сусындар болып табылады. Жақында бір жақын адам айтып отыр да, мен досым болған дейді, жүрегіне операция жасап тастаған ғой, уже жап-жас бала ғой анау. Не болып қалып десем, айтады, постоянно энергетиктер іше беретін дейді, горилла сияқты, болмаса монстр сияқты, тағы басқасы. Сондай зат іше берген ұзақ уақыт. Содан кейін фибрилляция предсердия болып қалған, жаңағы, то есть жүрегінде фибрилляциясы болып қалған да. Ол фибрилляция дегеніміз ол тез-тез соғуын айтады, жүрек деп тез-тез соғады, тахикардия, учащенное сердцебиение деп айтады орысшадан. Жүрегін құртса да ритмдары дұрыс емес, не үшін? Өйткені составында біріншіден сахар көп, осыншалықты бір стакан сахарды бүйтіп ішіп алғандай боласыздар ғой, энергетик ішкен кезде. Ол бірінші проблема. Екінші проблемасы, бұл жаққа синтетический витаминдер қосады, группа Б. Ол біздің ағзамызға витамин деп жазып қойғанымен, зияннан басқа ештемесі жоқ. Содан кейін кофеин қосады. А кофеин не? Ол біздің давлениямызды көтеретін зат болып табылады біріншіден. Сол себепті жас балаларда давлениялары көтеріліп кетеді. 4-ші зат химический заттар болып табылады, стимуляторлар. Стимулятор дегеніміз не? Ол біздің хорымыздағы, то есть қараңыз, егер біз өзіміздің ағзамызда осыншалықты энергия бар деп алайық, түсінікті болсын айтып жатыр. Міне 4 энергия бар, 4 батарея бар деп ойлайықшы, міне 4 батарея. Бұл біздің осы мысалға кеудемізде тұрған батарейкалар. Осы батарейкалар жоқ болатын болса, біз жүре алмай қаламыз, жалпы әлсіз бола береміз, каждый батарейканы алған сайын. Енді біз азанда оянған кезде 4 батарейкамен оянамыз, каждый адам. Ал сіз тұрасыз да, не істейсіз? Осындай қанша 300 мл, 400 мл жаңағы нені ішіп аласыз, энергетикті. Энергетик ішкеннен кейін бұл сразу сіздің 3 батарейкаңызды алып қояды өзіне. Сонымен сізде бірақ батарейка қалды. А негізі мынау күні бойы сіздің 4 батарейкаңыздың біреусі ғана кету керек. А қазір не істеді? Біреусі емес, үшеуі де кетіп қалды. Жоқ, бәрін энергетик. Қорда тұрған АТФ энергиясы. АТФ дегеніміз біздің энергияның депосы болады біздің ағзамызда. Энергияның, былай айтқан кезде батарейка сияқты осылай жиналып тұратын энергия болады біздің ағзамызда. Осы энергияның қорын, запасының бәрін бір стаканмен ақ сіз алып тастайсыз бір күннің ішінде. Сол кезде не болды? Сізде энергия қалмады. Проблемасы бұл жерде осында. Содан кейін проблема тудыратын зат бұл жерде адамға тәуелділік тудыратын химический заттар бар. То есть бір ішетін болсаңыз,
қайта ішкіңіз келе берді. Мен оқиға айтып кетейінші. Мен бір ретте не істегенмін ғой, машина жөндеп жүргенмін. Сол машина жөндеп жүрген кезде қарным аш болды, онысы шөлдедім. Магазинге бардым да жаңағындай бір энергетик сатып алдым. Соны ішіп жүрдім. Содан кейін кәдімгідей энергия пайда болды ғой жаңағыдан кейін. Тез деп жаңа машинаны тез жөндеп сөйтіп не істедім да, қимылдап. Бірақ кешкісін мен өшіп қалдым сразу. Уже менде мүлдем күшім қалмады. Әлсіз болдым. Сол әлсіздік менде 40 күнге дейін жалғасты. Содан кейін қатты менде 3 күн бойы тәуелділік пайда болып қалды. Бір рет ішіп едім, 3 күн бойы менде тәуелділік пайда болып қалды. Мен 3 күн бойы кәдімгідей жаңағындай энергетик ішкім келіп тұрды да, қайта. Сонымен түсіндім, деген психически, физиологически бұл жерде адам ағзасында тәуелділік пайда болатын заттар бар екен, энергетиктерда. Не үшін адамдар қайта іше береді? Сол себепті мен өзімді 40 күн тежедім. 40 күннен кейін басылып кетті. Қазір мен мүлдем энергетик ішпейтіндей болдым. Сол сияқты АТФ қорыңызды сақтағыңыз келсе, батареяларыңызды өздеріңіз онда еш уақытта энергетиктер ішпеңіздер. Өйткені энергетиктердің проблемасы осыда. Энергияны жейді, содан кейін жүрегіңізді отырғызып тастайды. Содан кейін жалпы 40 жасқа дейін шыдамай қаласыңыз да, мүмкін өліп қалуыңыз мүмкін ғой, былай айтқан кезде. Алып тастаңыз. Потом 7-ші зат. Бұл магазинде тұрған соктар. Типа натуральный соки, 100% табиғи өнім деп қояды, дұрыс па? Ой, сок там природы, табиғи өнім соктары анау деп жазып қояды. Неше түрлі пакетированиялар да бар, бутылочный соктар да бар. Біздің по закону дейді ғой, мынау заң бойынша бүткіл продукция пастеризация етіледі. Пастеризация деген не? Ол 300 градус, 400 градусқа дейін ыстыққа пісіріп алады да, жаңағы сусынды. Пісірген кезде құрамындағы бүткіл витаминдер, микро-макро элементтер, барлық заттың бәрі өліп қалады. Ешқандай пайда жоқ, пустой болып қалады. Содан кейін суытады да, жаңағы пакеттерге құйып сатады. Сол кезде осындай 1 литровый пакетте құрсыз 1 стакан сахардан басқа түк жоқ оның құрамында. Уже пайдалы зат қалмады, жанып кетті бәрі. Түсінесіз ба? Пастеризация кезінде. Сол себепті натуральный сок дегеніміз бұл просто иллюзия, просто сахардан басқа түк жоқ. Ағзаңызды, денсаулығыңызды құртатын, сахардың диабетке алып келетін. Сол себепті еш уақытта жемеңіздер, ішпеңіздер сокты. 8-ші зат бұл копченый колбасалар. Жалпы шұжықтар деп айтайық, шұжықтар. Вареный болсын, копченый болсын, там фильтрованный болсын, тағы басқасы. Шұжықтардың любой түрін жемеңіздер. Өйткені біріншіден нитраттар бар, нитриттар бар. Ол не дегеніміз? Ол химиялық заттар. Бактерияларды өлтіретін, колбасадағы жаңағы сақтап қоятын, консервіленген. Ол да консервіленген зат, ол колбаса тұра береді, айлап 2-3 айға дейін тұруы мүмкін да. Еттен жасау керек колбаса. Ол жерде етте жоқ деп айтсақ та болады колбасаның құрамында. В общем, бірінші проблемасы сол. Екінші проблемасы құрамында ешкалар көп. Ешка дегеніңіз білесіздер, таблицасы бар, оқып шықсаңыздар болады. Өте ағзаға кері әсерін тигізетін, ағзаны құртатын химиялық заттар өте көп. Біреулерді жүрегін құртатын болса, екіншісінің бүйректерін құртады, бауырларын құртады, инсультқа алып келуі мүмкін, инфарктқа алып келуі мүмкін. Сол себепті колбасный изделие дегенді өзіңіздің өміріңізден алып тастаңыз. 9-ші продукт бұл глутамат натрия. Е621 деген немен жүреді, символмен, ешкаға жатады болды. Бұны магазиндегі, болмаса супермаркеттағы 80% продукттың бәріне қосады. Мысалға, не үшін балдарымыз жаңағы Big Bone сияқты, болмаса Роллтон сияқты, болмаса лапша быстро приготовление деп айтады. Не үшін жегіз келіп тұрады? Өйткені составында именно осы натрия глутамат бар. Натрия глутамат дегеніміз ол вкусовой рецепторларды усиливать ететін, ағзада аппетитті шақыратын, тәуелділік туғызатын зат болып табылады. Сол себепті осы глутаматты жеген сайын біріншіден сіз қан тамырлар системасын құртасыз, екіншіден сіз физически, психологически тәуелділік туындайды сізде. Мысалға, чипсыда осы именно натрий глутамат қолданады.
жаңа роллтон сияқты лапша быстрого приготовления дейді ғой, мына лапшалар бар ғой, тез пісетін, жаңа үстіне құйып жей салатын ше, доширагы бар, несі бар. То же самое, натрий глутамат. Содан кейін шұжықтар, колбасалар, мына вареный болсын, копченый, натрий глутамат қосады оған да. Түсініп отырсыз ба? Бүткіл копченый заттар, балық болсын, тоже натрий глутамат. Жалпы 80% продукцияға натрий глутамат қосады. Сол себепті артын ашып көріп оқыңыздар. E621 тұрма, бұл өте зиянды болып табылады. Псориаз, кожный экзема, дерматиттар, язва желудка. Алдында бір кісі айтып кеткен, жаңағы айтып жатыр да, бір жас баласы магазинде істейткен да, кішкентай бір қанша бір 14 жасар бала деді ғой деймін. Онымен 14 жасардың арасындағы бір бала, өздерінің магазиндері бар екен, маркеттері, сол жақтан постоянно чипсы, кола, кириешки жіберген, содан кейін асқазан жарамай қалған, тесіліп қалған, язва болып қалған ғой. Тамақ жемей сондай заттар жей берген ұзақ уақыт. Әке-шешесі мән бермеген, ауырып қалған, содан кейін уже операцияменен, бірақ бұл зат шешуге келіп, қазір асқазанның жартысын алып тастаған. Сол секілді осы именно натрий глутаматтар, именно осы ешкалар, зиян заттар сіздің ағзаңызды құртатын продукттар болып табылады. Ең соңғысы 10-шы продукт, ол бізде фастфуд өнімдері болып табылады. Фастфуд деген жалпы не? Ол гамбургер болсын, хот-дог болсын, донер болсын, тағы басқасы болсын, көшеде пісірілетін заттың бәрі фастфуд болып табылады. Проблема не дейтін болсаңыздар, о жақта қараңыз. Біріншіден нан бар, иә. Мен айтып кеттім ғой, ең списоктың басында нан тұр, ақ наннан жасайды бұл фастфудтың бәрінде. Гамбургердің, мысалы, булочкалары нан, иә. Глютен ба? Ол 1. Пустой углевод 2. Дұрыс піспеген ет, термическая обработка дұрыс емес. Паразит тола етте. Паразит тола болады онда етте. Ол дұрыс піспеді, өлген жоқ іштеме о жақта. Үшіншіден, паразит өте жоғары, паразиттермен улануыңыз, болмаса жұққызып алуыңыз, жаңағы ағзаңызға. Содан кейін кетчуп, майонез, картошка фри. Өте жоғары көмірсулы заттар тола. Сахарыңыздың уровенін ұшырып жібереді, инсулин гормоны ұшып кетеді бұны жеген кезде. Содан кейін тағы не бар? Натрий глутамат қосады болғанда. Тәтті болу үшін, қата-қата жегісі кеп тұру үшін. Сонымен не болды? Мен айтып кеткен списоктағы барлық зиянды заттар фастфудтың ішінде бірден бәрінде бар. Сол себепті не жасап жесеңіздер де, үйден жасап жеңіздер, жақсырақ пісіріп, қуырып. Мен сізге осы видеода жаңағы айтып кеттім, қандай еш уақытта осы продукттарды жемеңіз, өміріңізге қолданбаңыздар. Осы үшін біздің өміріміз қысқарып қалған, осылар үшін біз көп өмір сүре алмаймыз, осы үшін біздің ағзамыз шаршайды, осы үшін бізде неше түрлі жаралар пайда болады, кожаный жаралар, осы үшін біздің зрениеміз түседі, шашымыз түседі, өтімізбен проблеманы, жүрекпен проблема, мимен проблема, осының бәрі осы біздің дұрыс емес тамақтануымыздан. Енді сіздер менен сұрайтын шығарсыздар, ой, доктор, сен ақ айта бересің, нан жеме дейсің, анан жеме дейсің, мынан жеме дейсің, енді не жейміз деп сұрауыңыз мүмкін. Сонда қалай біз тамақтану керекпіз деп. Егер солай сұрақ қойған болсаңыз, мен сіз үшін видео дайындап қойдым, дұрыс тамақтанудың 7 принципі деген. Сосын жалпы дұрыс тамақтану деген 2 видеом бар, соны төбеде ссылкаға бассаңыз, көріп шығыңыз, міндетті түрде өте маңызды, өмірлеріңізді өзгертетін видео болып табылады. Ал егер сіздердің менің консультацияма жазыларыңыз келсе, описаниеда тұрған номеріме WhatsApp-ма жазсаңыздар болады. Асқазан ауруы болсын, ұйқы без ауруы, сахарный диабет, қалқанша без проблемасы, өт проблемасы бойынша без проблем ақылы түрде оплатадан кейін сіздерге назначение жасап беремін. Ал егер сізге осы видео ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып, каналға обязательно тіркеліп кетіңіз. Сіздермен болған мен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Сау болыңыз.